негізінде осы жерде 2000 жылы Олимпиада ойындарында қазақтың екі бірдей батыры марқұм Бекзат Саттарханов ағамыз бен Ермахан Ибрагимов ағамыз алтын жүлде иеленген болатын. Және Болат Жұмаділов пен Мұхтархан Ділдәбеков ағаларымыз күміс жүлде иеленген болатын. Сондай-ақ Ольга Шишигина әпкеміз алтын жүлдеге ие болған. Бұл тарихи орын. Бізге де осы жерге келіп жұдырықтасу бұйырыпты. Алла қаласа енді сол жеңіске жеткен ағаларымыздың жолын бізге Алла тағала берсін. Иншалла қолдан келгенше қазақтың намысын бермеуге тырысамыз. Атқа салдым терлікті, дұшпанға қылдым ерлікті. Қарсыласым осы жергілікті австралиялық боксшы болды. Өте тәжірибелі боксшы. Көрініп тұр, біз осындай қарсыластарды жеңу арқылы мол тәжірибе жинақтаймыз. Рингте жаңағындай асықпайтын, ойланып жұмыс жасайтын боксшы екен. Сондықтан былайша айтқанда шахматный партия болды. Аллаға шүкір, енді дайындығымыздың арқасында, бапкеріміздің айтқанын тыңдағанымыздың арқасында Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Енді алдағы уақытта үлкен жеңістермен елімді қуанта берем. Австралия елі енді дамыған мемлекеттердің бірі ғой. Өте әдемі. Сидней қаласы қатты ұнады. Мұхиттың жаңағы Тынық мұхитының жағалауында орналасқан қала екен. Керемет әсер алдық. Жекпе-жектен кейін жалпы бүкіл командамыз бар Сидней қаласының маңында серуен жасадық. Тынық мұхитында өте керемет әсер алдық. Керемет сезімде болдық. Жекпе-жектен кейін жаңағы жеңіс бар. Соның бәрі жақсы көңіл күйді көтерді. Керемет сөз бар ғой. Өзге елдің гүлінен туған жердің тікен артық деген. Сол жекпе-жек бітісімен елге асықтық қайтуға. Елге кеп міне бой жазып, кішкене есіміз жинап, енді ауыл жаққа кетіп баратырмыз отбасымызбен. Қазір Алла қаласа ауылға барғасын, ағайын туыспен амандасып, одан кейін саятшылық жасап, бүркітпен, тазымен аңға шықсақ деп жоспарлап отырмыз. Енді Алла нәсіп етсе қанжығамызда майланып қалар, қоян, түлкіні алып қалармыз. Батыр бабаларымыз қалай демалу керек екенін білген ғой. Бүркіт деген құсты, жалпы қыран құсты қолыңа ұстасаң, өте керемет сезімде боласың. Осы біз баратқан қазір Алла қаласа аңға шығатын бүркіттеріміз осы Алматы аренада болған жекпе-жекте менімен бірге жекпе-жекке шыққан бүркіттер мені жақсы таниды. Мен қайсар мінезімді де көрген олар. Сондықтан олар менің есімде, мен олардың есімдемін. Жекпе-жекке шыққан кезде Алматыда жаңағы бойдың алдында разминка жасап дайындалып жатқанда осы құстарға қарап қоядым ара-арасында. Бүркіттің түрін көрсең енді өзі сондай ғой. Харизмасы мықты құс қой. Бүркітке қарап қойып, кәдімгідей делебен қозып, керемет настрой аласың. Сол нәрсе маған қатты ұнады. Мысалы жарыстан кейін балдар бір ай көлемінде демалысқа шығады. Демалыс уақытында олар енді денсаулықтарымен восстановительный мероприятиялармен айналысады. Өздері денсаулығына қарай құр өткізбей уақытты бір ай бойы сондаймен айналысады. Ассалаумағалейкум. Амансыз балдар. Ассалаумағалейкум.
Ал кеттік. Ағаларымыз, бауырларымыз бүркіттерін ұстапты. Қазір Алла берсе енді қанжығамыз майланып қалу керек. Охотаға шыққанда көп кісілерді мылтықпен атып алады. Мынау бізде қазір мылтықпен атылып алған қарағанда мына таза жүгіртіп, бүркіт салып ұстаған ол біздің таза табиғи ата-бабамыздан қалған дүние ғой бұл. Ал мылтықпен атылған оқ дәрідей болып тисе, мынау таза ауада табиғи күште ұшып барып, өзінің тазалығымен барып алады бүркіт өз аяғымен. Тазымыз өзі күшімен жетіп, қуып, өз күшімен алады. Міне тазыларымызды кішкене жүгіртіп жаттықтыру жасап жатырық. Бұларға да дайындық керек, жаттығу керек. Қоянға қазір міне шығарып, ауыздандырып үйретіп жатырық. Бұлар әлі күшіктер, сондықтан бұларға әлі біраз тәжірибе керек. Сол қоянға салып қазір міне жаттығу жасап отырмыз. Мына тазы деген ол жет атамызда бар жақсы дүние ғой бұл тазы деген. Тренировка жасау үшін сол үшін тазы күшік тазылар, сол күшік тазыларды кішкене дайындық үстінде қоянға тірілеп, кішкене ауыздандырып атқамыз. Екі тазыны Айдос бауырымыздың тазысын дайындап өзі қайырып жатыр. Әлі ауызданбаған тазы. Сол Алла бұйыртса бір қансонардың ақ қарында ауыздандырсақ па деген ойда бар енді. Айдос бізге қонаққа үнемі көп келеді. Өзі сал-сер жігіт, атқа да, көкпарға да, құсқа да өте жақын, бейім бала өзі. Қашан бойдан қолы босса осы ауылға тартып тұрады өзі. Айдос келген кезде қырға шығып, атқа мініп, сал-серлік жасап қайтатынымыз бар өзімізде. Мына Айдостың өзінің ұстап жүрген бүркіті Қазақстанның осы бір дүркін чемпионы. Сол бүркіт Алматы, Қазақстан, Алматы аренада сол бүркіт бірге Айдос бауырымен бірге рингке шыққан бүркіті. Айдос бауырым, мына қыран ұстай, көпке самғай бер, жеңістерің көп болсын, жеңілме, әлем чемпионы бол, қырандай қанатыңды кеңге жайып жүре бер. Австралияда өткен жекпе-жегімізден кейін ауыл аймаққа барып дем алып кішкене жаңағы өзіміздің сүйікті істерімізбен айналысып, миымызды бір тынықтырғаннан кейін қайтып жаттығу жұмыстарымызды бастап кеттік. Ең алғашында Алматыда Ақбұлақ жақта Аиба деген академиямыз бар. Сол жерде таудың басында жаңағы жаттығу жұмыстарымызды бастадық. Сол жерде бірыңғай жаңағындай емделетін жер бар. Және де жаттығуымызды сол базада бастап кеттік тауда. Сол жаттығудан кейін, бір аптадан кейін Астанаға Бауыржан Рысбек деген бапкердің бокс залына дайындыққа бардық. Физик подготовкамен айналысатын жігіт, физически дайындайтын жігіт. Сол жігітке келіп, осы жігітпен айналысамыз. Аптасына 4 рет, 5 рет осы жігітпен тренировка жасаймыз. Ол жерде өзінің залы бар. Залында тренировка істейміз. Бұл жерде де мен мысалы өзім бапкер ретінде қазір
Мен өзім білем, бәрін өзім білем дей берсем де болады. Бірақ енді әр істің өз мамандары да болады да. Сол сияқты мен осы жігітке екінші рет әкеліп жатырмын. Апрельде алып келдім. Сол кезде Айдос Ербосұлымен қазір қайттан келіп тұрмыз. Осы жерде дайындықты бастап жатырмыз. Осы дайындықтан кейін бізде ар жағында бір 2 айдай уақыт болады, Құдай қаласа. Сол жерде қайттан жоғары высокогорье, среднегорье дейді. Сол жерден бастаймыз оқу-жаттығу жиынын. Таудан түскеннен кейін жаттығулар қалада өте жеңіл болады. Сондықтан біз қазір тауға шығып, күш-жігерімізді дамытамыз. Көбірек кислород жинап, тауға поход жасап, көбірек кросстар жүгіріп, қалаға таудан дайын болып түсеміз. Біздің енді өзіміздің Қазақстан бокс мектебі өте мықты. Балдарда мысалы олардың базовый бастаған кездегі қазақ мектебі ғой, бокс мектебі да өзіміздің. Оларды қазір біз Мексикан және Америка стильдеріне салсақ, олар бұзылып кетеді. Олар вообще құртып аламыз да боксшыларды. Бұл жерде өзіміздің қазақ боксын өзіміздің ұмытпай, и соған қосып тағы да солардан жаңағы алатын тактический жағы деп аталатын физика, тағы да тайминг дейді. Сондай нәрселердің жақсы жерлерін алып жұмыс істеуге болады. Бапкеріміз әуесқой бокстан тәжірибесі мол бапкер. Жаңағындай біздің қазақ елінің бокс стилі өте мықты ғой. Өз бапкеріміз Қанат Орақбаев елге танымал боксшы болған. Талай байрақты бәсекелерде топ жарып, талай еліміздің намысын көтерген чемпион болған. Сол өзінің жаңағы білетін айлаларын, тәсілдерін бізге үйретіп жатыр. Ең мықты боксшы ол көп соққы беріп, өзі аз соққы алған боксшы. Осы соңғы жекпе-жектерде міне Аллаға шүкір, жылдамдығым өте жақсы, жаңағы ойланып жұмыс жасау, өзіме аз соққы алу, оның бәрі бапкердің арқасы деп ойлаймын. Алла қаласа енді алдағы бойларда да осы бапкерімізбен жұмыс жасап бірге биік белестерді бағындырамыз деп ойлаймын. Айдос енді өз ісінің жаңағы маманы ғой, профессионал дейді ғой, өзі как раз профессиональный бокста жүр. Өз неге қадам басып жатқанын өзі біледі. Неге баратқанын бұл жерде ол оңай жол емес. Бұл жерде дайындықтың өзі 2-3 ай көлемінде өтеді бір бойға 3-4 кезеңнен. Бұл жерде тәртібі, тәрбие деген сияқты оларды қатты рөл ойнайды. Спортсмендерге режим ұстау, тағы да басқа тамағына қарау, оның бәрі енді жеке өздеріне байланысты да, жаңа айтып жатқан нәрселері. Бұл жерде ол жағынан Айдостың ондай кәсіпқойлық жағынан профессионализм жағы жақсы. Енді Аллаға шүкір қазір кәсіпқой бокста рейтинг өте жақсы болып тұр, жоғары болып тұр. Рейтингіміз қазір жақсы, 3-ші орында тұрмын. Бүкіл әлем бойынша өз салмағымда, супер орта салмақта 3-ші орында тұрмын. Сүлеймен боксинг промоутерлік компаниясымен контрактқа отырғалы бері 1 жылдың ішінде өте биік белестерді бағындырдық деп айтсам, артық айтқанымыз емес. Сүлеймен промоушндағы Ибрагим Агдырашев, Қалихан Агдырашев, Қалиолла Агдырашев және Таңат Нұршын ағаларымызға бірінші кезекте үлкен алғыс айтқым келеді, осындай бізге мүмкіндіктер беріп жатқан. Енді Алла қаласа әлем чемпионы болу әрине біздің басты жоспар, ол күндер алыс емес деп ойлаймын. Өйткені рейтингтің өзі соны айтып тұр, соны меңзеп тұр. Еліміздің намысын қорғап, әйтеуір кішкене болса да бір пайдамызды тигізгіміз келіп жатыр елімізге. Негізі мен өзімді батыр санамаймын. Және мені тәрбиелеген, мен дүниеге алып келуге себепкер болған ата-анамды мен батыр деп есептеймін негізі. Өйткені бокс деген спорттың қауіпті екенін біле тұра, өте қауіпті екенін біле тұра, мені осы спортқа мен өзім жақсы көргендіктен, осы спортты елімнің намысын көтергім келгендіктен, олар маған осы мәселеде ешқандай шектеу қойған жоқ. Тек қана мен әрдайым қолдап, өздеріне қиын болса да сабыр етіп, маған әрдайым қолдау жасап келеді. Сондықтан мен нағыз батыр менің әке-шешем деп айта аламын. Және әрбір спортшыны түсініп жүрген, қолдап жүрген ата-аналар, олар батыр деп есептеймін. Біз ойлағанда емес та бұл өмірде. Жалпы бокспен өмір өзі
өте ұқсайды. Бұған дейін де маған көп боксшылар осы жайлы айтып кеткен. Бокста мысалы ауыр соққы аласың, сол сияқты өмірде де сондай өмірдің соққылары болады. Сондай сәттерде жігерлік таныту керек. Өмірде болсын, бокста болсын, сынақ келсе, бір қатты бір депрессияға ұшыраса адам баласы сынып қалуы мүмкін. Сол сәтте оған қайсар мінез, жігерлік керек. Дәл сондай бокста да қатты соққыдан нокдаун алып қалған кезде сәттер болады. Ондай сәттер болған кезде адам жиналу керек, өз-өзін қайрау керек. Артында қалың елің, қазағың тұр. Сен ұтылсаң, сен тұрмасаң, елің абыройы төгіледі, тұру керек деп өз-өзіңді жігерлендіріп қайрау керексің. Сол сияқты өмірде де сондай, турасын айтқанда енді соққыға тұрып білу керек қой. Қай жерде болсын, рингте болсын, өмірде болсын, соққыға шыдау керек. Құлағын түр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Жұлдыз достар көп қой. Айдосты мен өзім достардың ішіндегі ай деп айтамын. Сондай дара туған қазақтың екеумізді байланыстыратын нәрселер көп. Оның бірі осы Сайгүлік. Өзіміз жақсы көретін жануар. Рингке шыққандағы Шынберген Сүлеймен ағамыздың әнмен өлеңіне жазылған бәйге деген аттар туралы мен орындауымдағы әндермен рингке шыққан көріп көңілім толып, көзге жас алып қалған кездерде болатын. Сондай намыс қой, қасық қаны қалғанша жан алысып жан берісетін қазақтың біртуар спортшысы деп айтар едім. Бас қамшыңды тоқтама.